Баршаңызға сәлем. Бүгін біз beginner деңгейінің 1B деген деңгейін қарастыратын боламыз. Сонымен бізде 1B'де verb be деген be етістігі жекеше түрінде. Алдыңғы сабақта біз I мен және де you мен қалай қолданылатынын өткен болатынбыз. Бүгін he, she, it пен қалай қолданылады, соны өтетін боламыз. He деген ол, she деген үшеу де ол деп аударылады. He ұлдарға, she қыздарға, it заттар мен жануарларға қолданылады. Сонымен listen and repeat the examples, then read the rules дейді. Listen деген тыңда, және repeat қайтала, example деген жаттығуларды тыңда және қайтала дейді. Then деген одан кейін заңдылықтарды оқы дейді. Rule деген бізде заңдылық, правила деген сөз. Заңдылықтарды оқы, read. Full form деген толық формасы, contraction деген қысқартылған түрлері. I am from the USA. Мен ақштанмын дейді. I am дегенді I am деп қысқартамыз. You are from Germany. Сен Германиядансың. You are дегенді you are деп қысқартамыз. Яғни а түсіп қалады. You-дан кейін апостроф қоямыз, одан кейін R-E қоямыз. Яғни наны төбедегі түрді апостроф деп атаймыз. He is from Italy. Ол Италиядан. Яғни he is дегенді his деп қысқартамыз. She is from Spain. Ол Испаниядан. She is дегенді she is деп қысқартамыз. It is from China. It is дегенді it is деп қысқартамыз. Қысқартылған түрлері толық формасы. He деген man, ер адам дейді. She деген woman, әйел адам. It деген thing, зат дейді. Енді ары қарай. Listen and repeat the examples, then read the rules дейді. Тура солай. Не дейді? Example деген бізде мысалдарды тыңда және де қайтала дейді. Одан кейін заңдылықтарды оқы дейді. Мына жерде мен examples дегенді жаттығу дедім. Example дегеніміз бізде мысалдар деген сөз. Full form, толық формасы, contraction қысқартылған түрлері. I'm not from England. Мен Англиядан емеспін. Яғни бұл бізде уже болымсыз сөйлемдер. Мына жерге плюс қосып шатасып кеткен ғой деймін. Яғни бұл жерде минус болу керек, болымсыз сөйлемдер болу керек. I am дегенді I am not деп қысқартамыз. You are not from Poland. Сен Польшадан емессің. Яғни you are not дегенді you aren't деп қысқартсақ болады. He is not from Egypt. Ол Египеттен емес дейді. He is not дегенді he isn't деп қысқартамыз. She is not дегенді she isn't. It is not дегенді it isn't деп қысқартады екенбіз. Ол Египеттен емес, ол Бразилиядан емес, ол Япониядан емес дейді. Яғни қазақша Жапониядан емес. Negative contraction. Яғни болымсыз қысқартылу түрлері дейді. He is not дегенді he isn't, не болмаса he is not деп қысқартсақ болады. Яғни мына жерде міне you aren't деп тұр ғой, you aren't деп қысқартсақ болады, немесе you're not деп кәдімгідей міне you're просто қасына not қойса осылай қысқартсақ та болады. Келесі listen and repeat examples, жаттығулар тыңда және қайтала. Одан кейін заңдылықтарды оқы дейді. Бұл бізде сұраулы сөйлемдер енді. Сұраулы сөйлем жасау үшін просто орындарын ауыстырамыз. Мысалы I am деп тұр ғой. Am I from the USA? Мен ақштанмын ба? Яғни am мен I-дың орнына ауыстыра саламыз. Мына жерде солай. Am I in class 2? Мен 2-ші сыныптанмын ба дейді. Егер біз сұрақ қоятын болсақ, сұраққа қалай жауап береміз? Қысқаша yes деп қана қоя салмаймыз. Yes you are. Я сен деп жауап береміз. Сен деген сөздің қасына міндетті түрде to be қолдануымыз керек. Жоқ, сен емес десек no you aren't деп жауап береміз. Бізде қазақ тілінде жай ғана жоқ деп айта салсақ болады. Ағылшын тілінде жай ғана жоқ деп айта салуға болмайды. Міндетті түрде no you aren't, yes you are деп толықтай жауап беруіміз қажет. I'm from Russia. Сен Ресейденсің бе дейді. Yes I am. Я мен дейді. No I am not. Жоқ, мен емес дейді. Яғни жоқ десек no деп қана тұрмаймыз. No I am not деп өзімізге қатысты I-ға am деген төбе жағылғандықтан I am not дейміз. Мына жерде yes I am. Я болып тұрғандықтан not қоймаймыз, am қоямыз. Is he from France? Ол Франциядан ба дейді. Яғни ол туралы сұрап тұр, сондықтан yes he is дейміз. Себебі ол туралы сұрап тұр. Мына жерде сен деп тұр, сондықтан өзім туралы жауап беріп тұрмын. Мына жерде мен осындаймын ба деп тұрмын. Я сен осындайсың деп, мына жерге сен деп тұр. Ал мына жерде ол туралы сұрап тұр, значит мен ол туралы жауап беремін. Ал he-ға мен is деген төбе қолданамын. You-ға are деген төбе, I-ға am деген төбе, he-ға is деген төбе қолданамын. No, he isn't. Жоқ болса no, he isn't деймін. Is she from Turkey? Ол Түркиядан ба? Yes, she is. Yeah. No, she isn't. Жоқ. Is it good? Бұл жақсы ма?
Yes, it is. Yeah. No, it isn't. Жоқ дейді. Енді қараңыздар. Word order in questions дейді. Яғни сұрақта сөздердің орындары дейді. Order деген порядок деген сөз. Ал word деген сөз деген сөз. Questions сұрақтар. Сұрақтардағы сөздердің орындары. She is from Russia. Ол Ресейден. Егер сұрақ қойсақ, просто is-ді алдына шығара саламыз деп сіздерге көрсетіп тұр. Мен жаңа жерде түсіндірдім ғой, тура солай. Is she from Russia дейді. With what and where. With деген бірдеңемен бірге деген сөз. What деген не және де қайда қай жерде. Не деген және де қайда қай жерде деген сұрақтармен бірге дейді. What's your name? Сенің есімің кім? Яғни жерде is деген сөз қысқартылып тұр. What is your name? Егер біз сұрақтармен андай арнайы сұрақтармен қоятын болсақ, сұрақты оны біз алдына шығарып жібереміз. Мысалы, are you from деп тұр. Мысалы, are you from Russia? Сен Ресейденсің бе дейді. Ал сен қай жерденсің деп сұрақ қойсақ, where-ді алдына шығарамыз. Where are you from дейміз. Енді Russian айтпаймыз, потому что сен қай жерденсің, Ресейденсің бе демейміз ғой. Сен Ресейденсің бе деп сұрақ қоямыз, немесе сен қай жерденсің деп сұрақ қоямыз. Сол жерде қайда, не дегендер барлығы бірінші кетіп қалады. Where is he from? Ол қай жақтан дейді. Мына жақта енді he болғандықтан бұның to be сұрақ болғандықтан is болып тұр. Мына жерде you болғандықтан бұл да сұрақта are болып тұр. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мысалдар құрайық осы кітап бойынша, сол мысалдар бойынша түсінікті болады. Қараңыздар. Complete with his, she's or its дейді. Complete деген толтыр деген сөз. His, she's немесе or деген немесе деген сөз. Немесе its пен толтыр дейді. Where is London? Лондон қай жерде дейді. It's in England. Ол Англияда. Where is Lisa from? Лиза қай жерден дейді. Мына жерде Лиза сұрап тұр, значит, мына жерге не деп қоямыз? He is ба, she is ба, әлде it is ба? It's ба. Әрине, she is, she's from Germany. Where is Ankara? Ankara деген бұл бізде қала. Қала болғандықтан he's болмайды, she's болмайды, it's болады. It's in Turkey дейміз. Where is Mario from? Mario дегеніміз ер адамның аты. Значит, he's from Brazil. Where is Petersburg? Петербург қай жерде? Енді бұл қала болғандықтан it's болады. It's in Russia. Where is Charles from? Charles деген ер адамның аты. Енді кейде қыз адамның аты болып келуі мүмкін. Мына жерде ер адам деп қарастырсақ, he's from England. Болады, ол Англияда. Where is Anne from? Анна қай жақтан дейді? Анна болғандықтан she болады. She is from Switzerland. Where is Benidorm? Benidorm қай жерде? Ол да қала. Значит, it's in Spain. Where is Carlos from? Carlos қай жақтан? Ер адам болғандықтан he's from Mexico. Түсінікті болды деп ойлаймын. Complete with is, apostrophe s or isn't дейді. Осы үшеуін немесе, or деген немесе деген сөз, немесе isn't пен толтыр дейді. Is Anna from Mexico? Анна Мексикадан ба дейді. No, she isn't. Жоқ дейді. She's from Spain. Ол Испаниядан дейді. Мына жерге не деп қоямыз? Where қайсысы? Is, as, isn't. Мына жерде where's деп айтпаймыз. Where is Osaka дейміз. Осака қай жерде? Ол Японияда қалай айтамыз? Мына жерге ол Японияда ма деп сұрақ қойып тұр. Сұрақ болғандықтан is-ді алдына шығарамыз. Is it in Japan? Yes дейміз. It is дейміз. Yes, it is. Яғни я деген кезде біз it-пен қысқартпаймыз. It's деп қысқартуға болмайды. Yes, it is деп толық жауап береміз. Ары қарай. Mark from the USA дейді. Mark ақштан ба дейді. Яғни жерге нені алдына шығарамыз? Is Mark from the USA? No, he дейміз. He's дейміз. He isn't дейміз. Әрине жоқ деп тұр. Значит, he isn't. No, he isn't. Мына жерде толық жауабы бар екен. Жоқ, ол Англиядан деп айтсақ, онда біз no, he is from England дейміз. Where дейміз мына жерге. Where is she from? Ол қай жақтан? She's from Rio. Мынаны қысқартсақ болады, мынаны қойсақ болады. She's from Rio деп. Сұрақ қойған кезде Иван болғандықтан is болады. Is Ivan from Poland? Иван Польшадан ба? No, he isn't. He is from Russia. Не болмаса he's from Russia. Қысқартып айтсақ та болады. Ары қарай. Сұрақ болғандықтан is алтына шығады. Is Strasbourg in Germany? Strasbourg Германияда ма дейді. No, it. No болғандықтан it isn't болады. No, it isn't. It is from.
in France немесе it's in France деп айтсақ та болады, қысқартсақ та болады. Келесі, complete the conversations with the correct form of be. Complete деген толтыр деген сөз. Conversations, разговор, әңгіме, with бірдеңемен, correct form, дұрыс формасымен, beдің дұрыс формасымен мына разговорды, яғни әңгімені не істе дейді, толтыр дейді. Use contractions where possible. Use деген қолдан деген сөз. Contractions қысқартылған түрін қай жерге мүмкін, possible деген мүмкін деген сөз, қай жерге мүмкін, сол жерге қысқартылған түрлерін қолдан дейді. Are you from Turkey? Сен Түркия адамсың ба? No, I am not. Жоқ дейді. I am from Egypt. Мен Египеттемін дейді. Where? Жерге не істейміз? Бергамо болғандықтан is болады. Where is Bergamo? Ол Италияда ма деп сұрақ қою үшін it болғандықтан жерге is қолданамыз. Is it in Italy? Yes, it болғандықтан is. Yes, it is. Where is дейміз, потому что Алекс деп тұр, иә? Where is Alex from? Мына жерге сұрақ қоямыз, ол Мексикадан ба? He болғандықтан is болады. Is he from Mexico? No, he isn't болады. No, he isn't. He is from the USA. Жоқ, ол ақштан дейді. Мына жерде you тұр, значит, мына жерге қандай to be қолданамыз? Are. Where are you from? Сен қай жақтансың дейді. I тұр, I-ға қандай to be қолданамыз? Am. I am from Cambridge. Мен Камбриджданмын дейді. What? Сенің атың деп тұр. Сен деп тұрған жоқ, сенің атың. Аты болғандықтан жерге қандай to be қолданамыз? Is. What is your name? My name. Атымды айтып тұрмын, атымды сипаттап тұрмын, сондықтан жерге мен is қолданамын. My name is Anna. Сен Чикагодасың ба деп, ой, мен Чикагоданмын деп айтуымыз керек екен. I am from Chicago. Точка болып тұр. Келесі, сен Чикагодансың ба деп, сен Чикагодансың деп мынандай леп бергіз тұр. Значит, you болғандықтан біз қандай to be қолданамыз? Are. You are from Chicago. Мен де, to деген мен де деген сөз. Мен де Чикагоданмын деп айтсақ, I am from Chicago too. It болғандықтан оған қандай to be қолданамыз? Is. It is a great city дейді. Міне осымен біздің сабақтарымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.